Менің аты жөнім Бақытжан Бекманов. Осы ғылыми зерттеу институты, генетика және физиология институтында осы институт құрылған кезден бастап қызмет атқарамын. Енді мына қазақтың тазы итінен ғылыми зерттеу жұмыстарына келетін болсақ, бұл шынын айту керек, осы 2021 жылға дейін бұндай ғылыми зерттеу жұмысы ауқымды түрде мына генетикалық жағынан жүргізілмеген. Енді оған дейін мына қазақтың даласында кездесетін тазы ит тұқымдарына қандай да болмасын селекциялық жұмыстар, енді халықтық селекция дейді ғой, сол халықтық селекция жұмыстары жүргізіліп отырған. Әр уақытта ұрпақтан ұрпаққа жаңағы тазыға тән белгілер, тазы итіне тән белгілер сақталып отырған. 2021 жылға дейін генетикалық тұрғыдан ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілмеген. 2021 жылы осы біздің институттың ғылыми қызметкерлерінің жаңағы бастамасыменен осы тазы ит тұқымының генетикалық жаңағы әртүрлілігін зерттеу бойынша гранттық жоба жұмыстары жазылып, сол ғылым комитеті тарапынан қаржыландыруға сондай грант ұтып алды. Осы грантпенен бірге жаңағы біріктіріліп жүргізілген жұмыс, ол мынау қансонар бірлестігі дейді. Сол бірлестік арқылы осы Қазақстанның көптеген аймақтарында кездесетін жаңағы тазы тұқымының жанкүйерлері, солардың жаңағы өздерінің ұстап отырған тазылардың барлығында осындай қандай да болмасын есептеулер жүргізіледі сол қансонар арқылы. Сол қансонардың базасында бар, қорында бар барлық тазыларды біз сараптамадан өткіздік. Соның ішінен енді олардың жалпы фенотиптік белгілеріне байланысты тазы ит тұқымына жатады-ау деген тұқымдарды олар іріктеп бізге осылай жаңағы келесі реттегі зерттеуге қан үлгілерін жинап берді. Оның ішінде шамамен 100-ден астам үлгілерді берді, алайда біз оның ішінен шамамен 40-тан астам үлгілерді өзімізше іріктеп алдық, яғни генетикалық зерттеуге. Бұл жерде қазіргі кезде өзіңіз белгілі, көптеген тазы ит тұқымын жарыстарға, басқа да мақсатқа қолдануға байланысты, оларда кішкене басқа ит тұқымдарымен де, соған жақын тұқымдармен де салыстыру жүргізіледі. Тағы да бір айта кететін жағдай, өкінішке орай бұл тазы ит тұқымы, одан бөлек төбет біздегі ит тұқымдары, бұлар халықаралық деңгейде тұқым ретінде мойындалмаған әлі. Бұл салада қазіргі кезде өте үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр, оның ішінде осы генетикалық зерттеулерді де айтуға болады. Мұның артында осы ген келесі ретте жаңағы тазы итінің өте жаңағы жүйріктілігіне, сондай-ақ төзімділігіне жауап беретін ген кандидат есебінде бізде қазір ол тіркеліп тұр. Әрине, мұның барлығы келесі ретте үлкен жаңағы ғылыми зерттеулерді, тағы да басқа жаңағы әдістемелер арқылы соларды қажет етеді. Бұл енді біздегі жалпы болашақтағы жұмыс.